Ассаламу алейкум, достар. Друзья, всем привет. Это Ризабек, и я рад приветствовать вас на своем канале. Недавно побывал на Кульсайских озерах и на Шарынском каньоне в Алматинской области. Дальше подробнее расскажу, как съездили, как все красиво. Пока несколько секунд наслаждайтесь красотой природы. Друзья, как вы заметили, лобовое стекло нечистое, есть пятна. Сразу приношу извинения за это, просто снимаю часто на ходу, за рулем или будучи пассажиром через лобовое стекло. А когда едешь по трассе, насекомые, мошкара, все это разбивается о стекло и остаются пятна. Мы вчера проехали около 600 километров туда-обратно. Это красота, только вот начало. Дальше будет еще красивее. Здесь мы остановились. Это вот поворот на Шарынский каньон. До Шарынского каньона еще 10 километров отсюда. Дорогие друзья, это уже сам Шарынский каньон. Здесь вот пропускной пункт. Сколько оплачивать за въезд, за машину или за количество человек, я даже не знаю, потому что меня самого пригласили, я даже не в курсе. Отсюда, от пропускного пункта, нужно несколько сотен метров спуститься ниже, где будет площадка смотровая, где есть кое-какая информация о Шарынском каньоне, предупреждение о том, что надо беречь природу и тому подобное. Ребята снимают видео профессиональное с дрона. Дальше без комментариев, посмотрите. Ана түсуге, ана жерге. Енді барайық. Жаңа жерге түсейік, сразу уақыт алмай. Жүре. Посмотрите. Солнце закрыть кто-нибудь? Да. Вот еще стоите, смотрите. Главное держать равновесие. В следующий раз, брат. В следующий раз, да? Все, тогда вас запомнил. В следующий раз обязательно. Сырым бесплатно стринь деп жатыр ғой. Свой есть. Куда шамы? Пойдем вон там. Давай, пойдем.
Здесь я делал несколько фотографий. Потом далее еще немного ниже будем спускаться. Из Википедии я вычитал, что длина каньона 154 километра, глубина 300 метров, что данный каньон образовался 5-6 миллионов лет назад. То, что здесь очень много флоры и фауны. Здесь вот я сделал еще несколько фотографий. Погода жаркая, конечно, стояла. Ребята рассказали, что когда идут обильные дожди, на дне каньона образовывается большое течение. И даже были, к сожалению, несчастные случаи, когда течением забирало людей. Поэтому путешественникам нужно быть очень осторожными. Ары қарай Көлсайға қарай бет алдық. Жолда Райымбек Батыр атамыздың ескерткішіне бардық. Я бұлақ ан жағым емес. Бұлақ. Бұлақ мына жақта ғой. Жоқ, анау. Жоқ, бұлақ емес. Мына жерде де жоқ. Бұлақ бар. Мына қара тақтада осы Райымбек Батыр атамыздың ескерткішін орнатуға атсалысқан азаматтардың, елдің жақсыларының аты жөндері тұр. Өз атымнан осы кісілерге көптен көп алғыс айтам. Алла разы болсын, амин. Осылай ата бабаларымыздың ескерткішін орнатқан үшін. Одан әрі осы Чарынский каньонның басталатын жағына қарай жылжыдық. Бұл жерде ағын су бар. Соны да міне бейнеге жаздым. Соны назарларыңызға ұсынамын. Вот это бетонное сооружение тоже очень заинтересовало меня. Оказывается, во времена Советского Союза построили вот такое
укрытие для пулеметчиков на случай, если возникла бы война с Китаем. Это укрытие для того, чтобы пулеметчик внутрь заходил, и есть вот специальные окошки, откуда он мог производить огонь. Спуск, конечно, очень крутой. Для того, чтобы ближе подойти, нужно спуститься аккуратненько. Сейчас будет хорошо слышно шум реки. Вот здесь мы припарковали машину. Сейчас будет несколько фотографий тоже. Мынау таудың үстінде өсіп жатқан ағаш қой, иә? Қарағай. Қарағай. Телефон не қолды. Радиода өшіре берсек болады. Салқын екен ғой. 34 тұр ғой. Бір сайға неше километр жүрсің? Әлі жүреміз, иә? Келеміз анау Қарағайдың етегіне жететін көрсетіп. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Let the sound information every Saturday night on your favorite the party's jumping, yeah, and the vibe feels so strong. You know
sing along. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Ваши честь, мои родные, это тот. Руины жили звездою, кричу в небеса, безумия. Тебя разлюбится одну ночь, тебя позабыться одну ночь. Не могу тебя отпустить за одну ночь. Я не могу тебя разлюбиться одну ночь, тебя позабыться одну ночь. Не могу
seems clear. I need to move, I need to fight, I need to lose myself tonight. Come with me now, I'll take you down. Come with me now. 11 километр. Аз ба. Мына жаққа кетіп жатсыз екен? Ол неге қайындыға барады. Мына жеріне. Қайындығы? Жаңағы емес пе? осы жерден таксилер шығады да былай кетеді ғой. Осымен шығып кете ме? Жол басқа сияқты еді. Білмеймін айт. Енді міне өзгеріп кеткен бе? Verseng үшін тудым, шіркін ай, дудар ай, дудым. Өзі қазышқа білмеймін. Қайын таксилер тұрды. Осымен кете ме? Или екі жол бар ма? Или мына көлседен кейін алып кете ме олар? Сондай ғой, автобустан. Шіркін ай, дудар ай, не пайда, бірлігі оның болмаса, ыстыққа бірге жылынып, суыққа бірге тоңбасам. Ағайыннан не пайда, көре алмай сені күндесе, фәнидің жалған екенін тірлікте ойлап білмесе, сансыз достан не пайда, жаныңды сенің сезбесе, шындықты бірге іздесін, қиындыққа төзбесін. Жастық шақтан не пайда, жалында бір жанбаса, айлы түнде қыдырып, махаббатқа қанбаса. Кәріліктен не пайда, қартайып қызық көрмесе, асырап бақтал бұл тұзын, қарыздың дөтлеп бермесе. Сұлу қыздан не пайда, ресторан жанын қорласа, доллар үшін әркіммен арнамысын қорласа. Сұлу жардан не пайда, тірлік белгісі болмаса, іздеп бір досың келгенде, иеліп төсек салмаса. Өзі сөйлесің бе сеге? Мыналар біле ме сен? Кім? Вели, сырым сен барсыз. Сырым? Келесер басын айнатын Гита, видео снимаем. продавали, я сказал,
beri жақсы дегенмен көздерінде мұңды көрдім мен қалпыңда тұршы қозғалмай елжіретеді сол бейне байландым өзіңе мендегі жылуды сездің бе өзіңде көзіңде мөлдіреп тартасың өзіңе келші деп байландым өзіңе мендегі жылуды сездің бе өзіңде көзіңде мөлдіреп тартасың өзіңе келші деп менде бәрі жақсы дегенмен көздерінде мұңды көрдім мен қалпыңда тұршы қозғалмай елжіретеді сол бейне менде бәрі жақсы дегенмен көздерінде мұңды көрдім мен қалпыңда тұршы қозғалмай елжіретеді сол бейне айналам өзгерді өзің келгелі сендегі сезімдер мені тербеді. Друзья, на другой канал не переключайтесь, смотрите дальше, будет еще интереснее. Также, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, напишите комментарий, поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, которые я буду выкладывать на своем канале. Анда тілмен ешкім сені принимать етпейді туысқандарың. Жаш қой. Көлсайға міне келдік. Адам деген өте көп болды. Автобус бірақ кеп тұр ма? Жете алмай жүрген жұрттар көп екен ғой. Автобуспен бірақ кеп тұр. Бүгін мен соғын қарасам чотымызда. Кімде ішесің? Қазмарғасын, чынан кісіне қарағанша. Өзіңде көзіңде мөлдіреп тартасың өзіңе келші деп байландым өзіңе мендегі жылуды сездің бе өзіңде көзіңде мөлдіреп тарт елжіретеді сол бейне айналам өзгерді өзің келгелі сендегі сезімдер мені тербеді айналам өзгерді өзің келгелі сендегі сезімдер мені тербеді менде бәрі жақсы дегенмен көздерінде мұңды көрдім мен қалпыңда тұршы қозғалмай елжіретеді сол бейне менде бәрі жақсы дегенмен көздерінде мұңды көрдім мен қалпыңда тұршы қозғалмай елжіретеді сол бейне 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 С конечки ма? А, в 9 гитар. Добро пожаловать на нашу вторую точку. Сейчас я быстро расскажу по информации, ее здесь не сильно много, и дальше мы уже пройдем вниз. Вот просветите, там слишком много народу. Так,
Кольцайские озера, они были образованы, они постарше, чем озеро Каинды. Они были образованы также благодаря землетрясениям, которые произошли уже в 19-18 веке. То есть из-за этих землетрясений по тому же принципу здесь образовались природные плотины, которые и образовали озеро. Во-первых, говоря о Кольцае, мы говорим именно Кольцайские озера, потому что на самом деле оно не одно, их три. Первое озеро, которое мы видим прямо перед нами, это озеро Первый Кольцай, иначе имеется название озера Саты. Он находится на высоте в 1884 метра. В 5 километрах отсюда, дальше и в 400 метрах в подъеме находится второе озеро, оно называется Манчжулка. Оно находится уже на высоте в 2000 метров, и свое название она получила благодаря легенде. То есть по легенде из второго озера Кольцая одновременно могут пить воду 1000 лошадей, и эта вода не обмельчает, и поэтому озеро получило название Манчжулка. И уже в 4 километрах от второго озера находится третий Кольцай, его имеет название уже Сары-Булак. Первое озеро, куда мы сейчас с вами спускаемся, как раз таки оно самое доступное. Как вы можете заметить, разницу с Каиндой, здесь уже все облагорожено, здесь поставлен асфальт, дорожки, кафешки и так далее. Поэтому здесь немного поприятнее. Достар, басқа арнаға ауыспаңыздар. Осы бейнені аяғына дейін көріңіздер. Мына Кольцай мекенінің тамаша табиғатын қараңыздар. Ары қарай тағы қызық бейне болады. Сонымен қатар менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Қоңыраушаны басыңыздар, келесі шыққан видеоларды біліп отырасыздар. Отлично. Ну, она же сказала, что... Вон он дорога, вон идет. Ладно, мы поднимемся отсюда.
Картинка. Ох. Осторожно. Когда будете спускаться, здесь осторожно. Потом говорю, Құрметті достар, біз осындай әдемі табиғатқа, әдемі жерге барғаннан кейін суретке түсуге шаршамадық. Ары қарай енді Көлсайдан артқа қайтып келе жатқанда ағын судың қасына тоқтап, бұл жерде де біраз бейне түсірдім. Осындай қоқыс жатқаннан кейін суда оны алып тастап жинадым. Серік досымыз қой сойып, қазақ үйіне шақырғаннан кейін сол жерге бардық. Bir dosum var nağız erkek dara mıқты. Bir dosum var moyun tatkan tanalıқты. Bir dosum var umtulatın alға қарай. Bir dosum var еске салар балалықты. Bir dosum var шаттық нұрын үйіп төккен. Bir dosum var мерейімді биік еткен. Bir dosum var бала кезден дос болып жүріп, ал сонында қу дүниені сүйіп кеткен. Ей, достым, достым, күттім сағынышпен, достым, достым. Ей, достым, достым, мен бәріңді осы әніме қостым, қостым. Bir dosum var бірге нанын жесектейтін. Bir dosum var ішкенінде есептейтін. Bir dosum var көріскенде мақтап алып, ал сыртымнан ғайбат айтып өсектейтін. Bir dosum var шақырғанда келе алмайтын. Bir dosum var мені мүлде көре алмайтын. Bir dosum var жоқ болса да жаны қалмас. Bir dosum var болса да бере алмайтын. Ей, достым, достым, күттім сағынышпен, достым, достым. Ей, достым, достым, мен бәріңді осы әніме қостым, қостым.
to figure it out, but I cannot change what I'm all about. Sailing on, Cheech and Chong, killing bongs, I'm killing these songs. I am strong, I'll move on, right or wrong till I am gone. They can't stop me, I'm too strong to let them stop me. No, in my veins, I can't let them knock me. Shout out to them haters, I'ma let you copy. They can't stop me, and I will never let them stop me. Aynen yedim bırak. Lan. Astana. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G.O.D. Don't believe in T.H.O.T. She keep playing me dumb. I'ma play her for fun. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. Falling now. İstemiyor. Yok. Suğa tutuyorsun. Suğa tutuyorsun. Dene. Qaytardan suğalaysan. Allah şükür. Arslanın balları geldi. Sonra sola suğa çıktı. Şöyle özür dost basmak için görezmeyin. Ulanın atlar yok. Atarma men gelsin. Ulan mart çekildi men direkt Maymun. Bağlı vurma. Bırak edin. Karpuz. O Almanlarda var mı? Bizga o'ylagan javuzga ko'rdimmi da? Karpuzdan qanchada tuzib. Ana, bala ko'n jo'llar qanday bunday. Yam bo'lsa da bularda chepchga g'ab bo'lib bana sana bir hak olsun dedi. Allah sayın al dedi. Ne kanal sürmaydı mı da? Kanal sür görüyorlar. Sana yüzde bir kullanmaydı. Orta yüzde bir kullanmaydı. Осы жерде бір қызық болады, қазір осы елдің жылқылары да қонақ келді деп ассалаумағалейкум деп сәлем береді екен. Ассалаумағалейкум деп. Жерге шығасыңдар, қайтарда. Суретке түсіресіңдер. Qaytarda ko'rmaydi bu. Қазір мынадан шыққасын қайтамыз қалаға. Жүре бер. 70 дорожка бет асфальт бітті. Tasbih. Sonra туысқанның бәрі безді да. Көрсең екінші жақ беті ғой маған кетсін. Жоқ. Бағана пип алдық қой магазинге кіріп. Мына сиыр жатқан жердің бәрі сол нағашым сатып алды ғой, тауығы ғой. Pişirsek var olsun. Вообще Даник, сасып, пішіріп, біраздан кейін пакет көріп көмеміз.
Yemek için aldım. далеко вдвоем на берегу. А мне не барго, да? Ветер гладит камни, и я уже сам не помню, что мне дороже, ты или что же эти камни среди Острова толпы сидят, тяга на канавы, забавно, и бармен уже зовет охрану, и курс уже в пути, и ты будешь моим талисманом. Такие долгие планы, Kulaklarım olsa herkes şimdi aslında farklı değil mi senin? Yine bu 3 gün yatasın. засушенных Азовый цветах бар. так много несказанных слов. Завтра Тоже Балкан. это бар, и он рядом с ней. Потом охрана, Швейцария, Şöyle kazak tutmak Көріп hiç көрмей алдым да алдым да. Kan ölmesi Palat üstüne de böyle oturalım. Ал, Palat dünya ortada oturalım. қай жерге? Ne yapayım? Ана жабық емес пе? Жоқ. Жабық тұр ма? Ағашқа алып тастау керек. Тек өз Дверь можете закрыть? Мадел, қалай аталады? Мангал түсірші қарашы ана. Вкусно, да? Ассаламу алейкум.
Запах какой от лошади. Вот я хотел посмотреть корни этих деревьев. Вот они. Вот они корни. Красота. Basa ver давай. Akın Hadi mi? Koğun tolkanın bir mungu bir demin tarsın. Көкшетау тігеді. Bazı tarsın torba. Mafyalar iki başı öpüyor. Sırvay. Buradayım mı? Son anız. Siz gittiniz mi? Değil. Armuz kesip şey vermedik be bakayım. Ana samovar süzülsüz ki. Yedi. Kazandı. Andaga su verimiz mi? May koyamiz. Koy. Bilmiyor musun? И мама, папа, я здесь. Асқа көрінбей кетті уже. Бля. Слышишь? Басшы кетіп отырсыз. Жан жағымыз қойып. Bunu басқа жағынан қарайтқан маған босап кеткен.
Міне Мирас деген жігітпен таныстым. Жалаңаштікі. Досыңның аты кім? Алдияр мен Мирас деген жігіттер. Осы жерде жылқы береді екен арендаға. Жарты сағатқа 2000 теңге ма? Танысып жатырмын. Мен Ризабек деп айтып жатырмын. Ол Мирас дейді. Ертең YouTube каналымды көрем дейді. Подписчик болам дейді. Бизнесмен болам дейді өзкесін. Молодец. Айландым. Екеу екен ғой, бөлесеміз бе? Айналып кетеді ол, бір-бірден қойсаң. Сол үшін екеу қойып жатырмын да. Шампур таппадық қой. Біраздан ол кішкене шыдан. Манда. Алма жеңдер. Анадай. Не айтасыңдар ал? Айбат. Айбат па? Иә. Жұмыстары сендердің де кәсіптерің береке болсын. Рахмет балмаш. Аха, жақсы. Манда. Достар, мына банкалар безалкогольный, ойлап қалмаңыздар. Құрдағы өте тамаша болды. Осымен осы бейнені аяқтаймын. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат.